Бірінші орын алыпты. Сондай осындай достижениелер үшін шетелге де баруы мүмкін. Изи оқу. Иә, изи оқу. Осы кітаппен оқымдар ағылшынды? Иә. Ой, ағай, мына вайн емес, реклама болып кетті ғой. Киноңыз түсіре беріңізші, түспеймін мен. Сәлем достар, мен есімім Бахнұр. Біз 5 жылдан бері ауылда оқитын оқушыларға тегін ағылшын тілін сабақ беріп жүрміз. Бүгін влог сол туралы болатын болады. Бізде жүргізушіден хабарласып көрейік. Телефон өшіп тұр екен, ауылда ол уже. Ауылдың есі дейтін, керемет. Ауыл сан қаптың ғой ма. Рамис. Ал. Бастайық та. Тұра бересің ма сөйт, бастайық та. Так кішкене тампан алыш. Ой, жүр бастайық давай. Сонымен бұл Қызыл Қайрат ауылы, біз осы жерге келдік. Бұл ауылда Hello ауыл бағдарламасы бойынша ағылшын тілін тегін үйренген оқушылар тұрады. Солардың бірі Асылхан деген жігіт, үздік оқушылардың бірі деп естідік. Қазір соның үйіне барамыз. Так, момышыл өсетін. Өскі жоқ. Жігіттің үйін тауымай жүрміз балған. Әншек, момышыл дейтін көше осы ма? Иә, осы ғой момышыл дейтін. 26-шы үйді білесің ба жүрдік? Иә, 26-шы үйді білемін ба. Көрсетші. Қайсы? Мына үйде тұрады ғой. Қазір мен біліп тұрайын. Ассалаумағалейкум. Шақыр келсе бар Асылхан. Асылханды іздедіңіз ба? Иә, Асылханды іздедім ғой. Мен ғой Асылхан. Приколстаға тұр, бағын бір приколстағасың ба сонда ма? Азыл ғой, азыл кіріңіз. Давай жеткесек. Енді шынайы танысайық, мынау біздің Асылхан деген бауырымыз, Қызыл Қайрат ауылының тұрғыны, Hello ауыл бағдарламасының үздік осы ауылдың оқушысы деп айтайын. Мама папамен таныстырасың ба Асылхан? Иә. Мама? Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум аға. Қош келіп қалдық. Кіріңіздер, ішке кіріңіздер. Ішеміз ба? Сол үшін келіп отырмыз. Дастархандарыңызға рахмет, шайыңыз өте тәтті екен. Бір жалпы қояйын деген сұрағым, Hello ауыл бағдарламасы қайдан білдіңіз? Қазір интернеттен қарап көріп қалдым, Инстаграмдан. Ағылшын жақсы үйретеміз, ары тегін үйретеміз деді. Сосын Асылхан баламды неге бермеске деп ойладым да, сөйтіп жазылдық. Жақсы керемет нәтижеге жетті, сертификат алды. Жақсы оқыды Асылхан. Олай болса, рахмет. Біз тұрайық. Дастархан толы болсын, дендеріңіз сау болсын, өсіп жатқан ұлдарыңыз бақытты болсын. Мен де сіздер келеді деп ағылшынша бата дайындап қойдым. Let your дастархан be blessed, let your hits have a holiday, let your love be true, my praise be upon your hits, let your people the healthy. Болды, әумин. Әумин деген дауылдан попты. Асылхан, таныстығымызды ары қарай жалғастырайық. Кстати, брачкаларыңыз амандасқан жоқ па? Қайдағы брачкалар? Ан жақта тұр ғой. Ой, әзілді жібереді екен брачка. Медальдарың көп екен. Иә. Самый значимый деген медалің қайсы? Міне, республика жарысынан алған. Республика жарысынан бірінші орын. Ой, молодец, красавчик. Данный момент саған ағылшын тілі не үшін қажет мысалы? Не үшін оқып жүрсің оны? Мен мысалы күрестен жарыстарға барсам шетелге. Сол кезде адамдармен сөйлесуге керек болады. Бірінші орын алыпты. Қазақстанның. Болашақта мысалға
осындай достижениялар үшін шетелге де баруы мүмкін ғой, университет жарыстарға да дұрыс ағылшын керек болады. Жалпы ағылшын үйренесің, одан кейін күреске қатысасың, балалармен жүгіремін дедің таза ауада. Жалпы одан бөлек тағы немен айналысасың? Вайн түсірген ұнайды. Вайн түсірген ұнайды ма? Онда екеуміз вайн түсіріп көрейік те. The cost of living keeps rising to make sure people keep dying. Так, массасын отырмасы. I can't hear him. Так, мынасы ыстық. Әншек, не істеп отырсың? Человек-паук көріп отырмын. Человек-паук бірге көріп енді. How about that game? Мынау ағылшынша ғой, орысша переводы бермейсің, соны неғып көрмейміз. Маған қиналып аударып көрген ұнайды. Қиналмай ағылшын тілін үйренген келсе, онда Альфа Академиясына хабарлас. Ой, ағай, мына вайн емес, реклама болып кетті ғой. Барып киноңыз түсірерміз, түспеймін мен. Технично реклама пихать етшеген деген ғой. Жаты! Жалпы вайннан басқа тағы немен айналысасың? Не тірлік істейсің? Әкеме үй жағдайымен көмектесемін. Отын жарамыз далада. Ауылдың темасы конкретно. Все, кеттік онда отын жарайға. Кеттік. Все, үйдің тірлігімен папаңа көмектестің. Жалпы не істейсің одан кейін? Сол двордағы балалармен футбол ойнаймыз, мектепке барамыз. Күшті. Соларға барайық енді. 1.40 қой. 1.40? 2009-дардың өздерінің ысқырықтары бар. Айырып атырына балар. Давай ысқыш. Талтаңдамай тез болшы. Так, велосипедтің ағылшыншасы қалай болады? Велосипед. Қой! Жайтам, bicycle. Bicycle, молодец. Так, ананың ағылшыншасы қалай болады? Так, шақырдың бей? Міне балаларың да келді, да? Ассаламалейкум, класстастарың да? Сәлем, кел. Танысып қойық, да? Айзада, да? Даниэла. Ақбекзат. Ассаламалейкум, Ақбекзат. Получается, бір класста оқисыңдар, Айзада жоғары класста оқисың, да? Қанша класс жоғары? 3 класс жоғары оқисың. Көріп тұрғандарыңыздай, Hello ауыл бағдарламасы бойынша ағылшын тілін әртүрлі жастағы оқушылар бір группамен оқыса болады. Мысалы, 6 класстың баласы 8 класспен бірге деген сияқты оқи береді екен. Сол жағымен қызыға. Барлығын бірге оқыңдар да, получается. Молодцы. Жарайдан таныстық. Жалпы не істейсіңдер бос уақыттарыңда барлығы? Доп ойнаймыз. Футбол ойнайсыңдар ба? Бәрі қыздар, ұлдар, барлығы. Бізде ауылда да тосылайды. Енді ойнайық онда доп, сендермен бірге мен де ойнайын. Доп жоқ. Доп жоқ? Қайда доптар? Айзада жарып тастады ғой. Давай ләңгі ойнайық, ләңгі. Білесіңдер ме ләңгі деген не екен? Қалай істеу керек екенін білесіңдер ме? Жоқ. Оны үйретемін, жүріңдер. Клеон өсе ме сендерде? Не ол? Қалай түсіндірсем екен саған? Канадан туында не белгіленген? Болды, кеттік, үйдің артында өседі. Жүрді, көрсет. Жылан жыласын, бүйтесің. Мен сендерге сұрақ қойайын. Ағылшын тілін бағдарламадан тыс қалай жаттықтырасыңдар өзіңіз? Ағылшынша мақал-мәтелдер жаттаймыз. Тағы да TikTok-тан қараймыз. Киноларды және субтитрмен көреміз. Қазақша әндерді ағылшыншаға, ағылшынша әндерді қазақшаға аударамыз. Хош. Түрлі видеолар көреміз ағылшынша. Қазір ләңгі дайын болып қалды. Короче, мынау почти дайын болды. Енді бүйтесіңдер, короче. Шетін жұлып тастайсыңдар, домалақ болады. Сендер бәрің бір көшеде тұрасыңдар. Бір командамыз деп есептейсіңдер ме өздеріңіз? Біз бір командамыз. Олай болатын болса, сендер бір команда боласыңдар. Мен жеке бір команда боламын. Меніменен жарысасыңдар. Мен от кететін болсам, мен сендерге тапсырма беремін, сендер соны істейсіңдер. Егер сендер отсаңдар, сендер маған тапсырма бересіңдер. Түсінікті ма? Жарайды. Давай, Асқан, давай. Шеу ғана. Енді мен. Сен ба, давай.
Жарайды, 4 болсын, мен аяғыма тиді ғой, 4-ө есептеліне салсын. Ал, давай. Даниэль аға бер. Ал, кеттік мен. Кеме алды! По-любому менікі көп. Отылдыңдар ғой? Отылдыңдар ғой? Все, отылдыңдар, короче. Менің сендерге заданием, тапсырмам. Анау әндерді қазақшадан ағылшыншаға, ағылшыншадан қазақшаға аударамыз дедіңдер, Иә. Қандай әнді мысалға? Қызыл өріктің ағылшыншасын білеміз. Точно ма? Иә. Ну, давайте тогда. Так, дайынсыңдар ма? Иә. Онда бастаңдар. Red plums, red plums. I love you so much. I love you so much. Red plums. Look at red plums. Look at me now, my baby. My baby дейтін жерлерге кішкене өтірік болып кеткен сияқты. Ағай біз ол күні сабаққа барған. Әзілде қояды өздері. Мынандай сұрақ. Ағылшын тілінің сендерге маңыздылығы қанша? Сенен бастайық. Мен мамандығымды осы ағылшын тілімен байланыстырсам деймін. Және шетелге андай Америкада оқып дегендей. Қандай мамандық оқығың келеді негізі? Аудармашы, переводчик, аудармашы. Аудармашы. Мен туризмді дамытқым келеді. Мен өзіме гостиница ашып, және маған басқа шетелден адамдар келеді. Қонақтар, Иә, мен сол үшін ағылшын тілін, олармен еркін сөйлесу үшін ағылшын тілін білуім керек. Сен кім болғың келеді болашақта? Мен болашақта шетелдегі құрамаларда үздік ойыншы болғым келеді. Қандай ойыншы? Футбол ойыншысы. Футбол жақсы ойнайсың ба? Иә. Футболист болғың келе ме? Мен шетелге бармай-ақ ауылдың шаруашылығын, туризмін көтергім келеді. Туризм ба? Иә. Ауылға адамды қонақтар шақырып, екеуін бірге гостиница салып, курорт салсаңдаршы ауылға бірдеңе салып. Дұрыс, иә? Ауылдарыңды да көркейту керек қой. Мен күшті идея деп ойлаймын, құптаймын сені, молодец. Ой, изи оқу. Иә, изи оқу. Осы кітаппен оқыдыңдар ғой ағылшынды? Иә, осымен оқыдық. Бұның ішінде QR код бар, оны сканировать етсең, ішінен тапсырма шығады. Менің атымнан тағы да бұл сыйлық болсын сендерге, өйткені әне қарындастарың бар шығар, сіңілілерің бар шығар, иә? Соларға сыйлайсыңдар тоже бұл кітапты, олар да ағылшын үйренсін деген сияқты. Сол, менің сендерге кішігірім осындай презент. Сендер де менің көңілімді көтердіңдер, болашақта тағы кездесеміз деген үміттемін. Все, давайте. Мына вороталарыңды қайтадан қоя салыңдар, футбол ойнайтын. Ал енді не деймін, маған қайту керек. Сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Әлде кездесеміз деген ойдамын. Сабақтарын жақсы оқыңдар, не только ағылшын тілін, бүкіл сабақтар жақсы оқыңдар. Болашақта үлкен азамат болыңдар деп айтқым келеді. Сол жарайды онда, сау болыңдар, келіңдер, қоштасып қойып, құшақтасып дегенде жарайды. Ағай, үй осы келіп тұрыңыз. Менің үйім ғой мынау. Енді өзің айтпайсың ба? Ой, ағай, онда осы үйге келіп тұрыңыз. Все, жарайды онда. Давайте, сау болыңдар. Сау болыңыз. Ауылдан кеттің неме тұр? Келеміз ғой, тағы қайтайық жүр, қалада шаруаларымыз бар. По идее, келеміз ғой тағы да, Келеміз ғой. Онда былай істейік. Құрметті көрермен, егер сен оқушы болсаң, егер сен ауылдан болсаң, онда Hello ауыл бағдарламасына сен де қатыс. Егер сен үздік болатын болсаң, мүмкін біз сенің де ауылыңа барып қалармыз. Сол кезде мен де ауылға келіп қуанып қаламын. Жарай ма? Все, ладно, давайте. Болған сияқты? Иә. Әдемі кетті. Майка! Давай, пока! Апреля!